Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Бүгін бізде электр дрелі, білгенге маржанның айдары, яғни электр дрелдің қалай пайдалану керектігін енді пайдаланып жатқан кісілерге арналады бұл бейне жазба. Біріншіден біз электр дрелдің осындай батареясы болады өзінің чемоданында. Чемоданын аламыз, батарейкінің дәл осындай кіргізетін жері болады. Астына бітіп, өзінің несі бар, кіртіктері бар. Осындай жөнмен кіргіземіз ішке қарай. Кіргіземіз, бір тексереміз, жақсылап бекітілгені. Сосын дрелді қосамыз. Дрелді қосып көреміз қазір. Дрелдің жұмыс істеп тұр. Дрел оңға да, және мына жерде функция бар. Бит бассаңыз солға ашады, мына жағын бассаңыз қайттан оңға, сосын солға бұрылады. Сосын мына жерде дрелдің сверло, жаңа темір тесуге және скоростарының жылдамдығын айналдыратыны бар. Жай, қатты деп екіге бөлінеді. Қазір қатты қойдық. Енді жайға, жай типте қоюға болады. Және дрелдің, байқасаңыздар, төбесінде жаңа балтаның, сверлоның, жаңа шуруппен ұратын кезде үш несі болады. Мына жерде стрелкасы бар. Шурупқа болса шурупқа, жаңа дрел сверло болса сверло темір тесетін болсаңыздар, ал мынау жаңаға балғаныген, жаңа подудар, қатты ағаштар болады. Сол кезде сверломен жасауға болатын нәрселер. Так, бұл жерде осылай. Ендігі мәселе бізде бұл чемоданда дрелдің екі өзінің қосымша батареясы болады, электрлік. Қарасаңыздар, міне, екі батарея, екеуі де бірдей 21 вольттық. Біз жұмыс барысында батареямыз отырып қалуы мүмкін. Сол себепті осындай лоб тәнесімен зарядчиктер болады. Зарядчикті қалай істейміз? Жаңа батареяның астың ортаңғы жақтарында мынада тесік бар. Осы лоб тәненің штекерін тығамызда электр қуатына зарядтайтын боламыз. Қазір мына мен сымның жаңадан упаковка болған соң қазір сымын алып тастайын. Алып қойдым. Енді тоққа тығатын болам. Тоққа тығып қойдым. Шамалап жарты сағат 20 минутте біздің батареямыз толыққан зарядталғаннан кейін уақытында батареяны тоқ көзден ажыратқан дұрыс. Себебі бұл батареяның ертең ұзақ мерзімге жұмыс істеу үшін бұл кедергі болады. Тоқта тұрып, көп тұрып қалатын болса. Содан кейін енді насадка алмастыру. Басында насадканы алмастыру үшін басындағы мына жерде байқасаңыздар, екі не бар, сызық бар. Бір сызықты ұстап тұрасыздар, екінші сызығымен бүйтіп айналдырасыздар. Айналдырған кезде мынау байқасаңыздар, насадка қысатын жері мына жері ашыла береді жаймен деп. Өйткені насадканы қысу керек. Сол себепті. Так, насадканы ашып алдық қысатында. Егер бізге мына жерден бір сверлоны таңдаймыз. Сверлоны саламыз. Сверлоны салғаннан кейін қайттан керісінше бір жағын ұстап тұрып қысатын боламыз. Сол кезде біздің насадкамыз ровно тұру үшін, жақсылап бекітеміз. Кез келген темірді оңға қойып аламыз да функциямен. Сверло режиміне қоямыз және әдемі қылып кез келгенде темірді тесе беруге болады. Енді дәл сол сияқты басқа да мынау фигурный отвертка тәрізді насадкалар болады. Насадкаларды дәл осымен ауыстыратын боламыз. Қауіпсіздік үшін, адамның қауіпсіздігі үшін, мынау ертең ауыстырып жатқан кезде кнопка басылып кетіп жатса, қолды жаралауы мүмкін. Сол себепті ең тиімді жолы, қауіпсіз жолы батарейканы алып тастап, осы насадканы алмастырған жөн деп сіздерге рекомендация жасаймын. Ал барша көрермендерге видео соңында қазақ тілді каналымызға тіркелуді сұраймын. Тіркеліп, бағалап, бейне жазбаны бағалап кетсеңіздер, бөлісіп өтсеңіздер, сіздерге көп рахмет айтамын. Жақсы, келесі бейне жазбада көріскенше сау болыңыздар.